Итачи Учиха Каноханың генийі және жасыл жапырақ ауылының ең мықты шинобиларының бірі. Ол бала кезден-ақ зерек, өте ақылды болып өседі және оның оқуда да үздік болғаны бәрімізге белгілі. Видео басталмас бұрын айта кетейін, бүгінгі шығарылымда Итачи Учиха мен Минато Намикадзе шайқасса кім жеңеді деген сұраққа барынша жауап беруге тырысатын боламыз. Ендеше видеоблогымызды көп созбай бастайық, ал сіздер міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз білетіндей, Итачи Учиха өзінің потенциалы мен ерекше зеректігіне қарамастан ауылда қалған болатын. Және де мұны ұйымдастырған оның жетекшісі Юки Миназуки болатын. Ол өте мықты джонин болды, тіпті өтпей қалған балаларды қайтадан академияға қайтарды. Итачи сезімтал, өте зерек бала болды. Ол жалғыз өзі ештеңе білместен, үйретпестен, жаттықтырушысыз өзі керемет техникаларды біліп жаттыға беретін. Ол өзінің кішкентай болғанына қарамастан үшінші Хокагеге көмектеспек болады. Чунин экзаменіне дейін біз көптеген жауынгерлерді көреміз. Ал Чунин экзамені біткеннен кейін біз қаржылы жауынгерлерді сатып алушыларды байқаймыз. Олар ауылдардан керемет жауынгерлерді жинады және Итачиді де. Итачи Учиха Чунин экзаменінен өте жақсы өтеді, бірақ Итачи Обито оның балансын құртып жібереді. Дәл осы сәтте Юки Миназуки де келіп қалады және де Итачи Учиханың дәрежесі одан сайын көтеріледі. Біз бұл жағдайды керемет жағдай деп айта алмаймыз, себебі Итачи Учиха бала кезден ерекше тұлға болған. Әріптестер өздерінің алғашқы миссияларына келеді, яғни Учиха Обитомен шайқасады. Тенма, командадағы қыз, осы жерде қайтыс болады. Және бұл оқиғадан кейін оның командаласы Шинко Инари өз карьерасын аяқтайды. Ал Итачи болса Шаринганын оятып, Чунин экзаменіне түседі. Итачи мықты ниндзя болу үшін тек қана күш қана емес, интеллекті керек деп санайды. Ол барлық пәндерді жақсы деген бағамен аяқтап, Чунин экзаменін сәтті түрде тапсырады. Итачи тесттерді тез тапсырып тастап, қалған уақытын бос отырумен өткізеді. Отличные оценки по всем предметам. Так держать. Тесттердің қорытындысы бойынша Итачи Учиха тарихта болмаған ерекше дәрежеге қол жеткізді. Бірақ оның дәрежесі бір шинобиға жетпей қалды. Оның аты Минато Намикадзе. Және ол туралы кішкене айта кетейік. Минато осы этаптың рекордын қойды. Бұл өзі таңғалдыра қоймас, себебі Минато 100 жылда бір туылатын ерекше тұлға. Ал Итачи болса екінші этапта рекорд қойды. Енді қызығы, Минатоның ол жерде рекорд қоя алмауы. Екі шинобида да есеп 1-1. Фактқа сүйенетін болсақ, екі қаһарман да еш қиналмай рекорд қойды және Минатоның рекордқа түкіргені бар еді, себебі оның өз командасы болатын. Тіпті ол бірінші рекордтың өзін түк қиналмай қойған болатын. Итачи екінші кезеңде еш асқан жоқ, жай Учиханың күшін біріктірді. Егер статистика бойынша тексер көретін болса, екеуінде де есеп 1-1. Минато бірінші, ал Итачи болса екінші кезеңде өзінің мықты екенін білдірді. Ал егерде екеуін салыстырып көретін болсақ, Минато Учихаға тіпті мүмкіндікте қалдырмайды. Минато өте жылдам және ол ауылдың сары найзағайы. Егер ол Итачимен төбелессе, соғыстың нүктесін бір ғана соққымен қоя салар еді. Егер Итачи мен Минато соғыс алаңында болса, Минато міндетті түрде жеңер еді. Екінші кезеңде уақыты келеді және өздеріңіз түсінгендей Итачи және оның командасы ысқырықтардың екеуінің біреуін болса да табуға тырысып жүр. Енді олар жер және көк ысқырықтарын алу үшін барынша тырысатын болады. Олардың көбісі тыныш және ақырын өту керек болатын. Өзге гениндардан басқа Итачи жасырынған жоқ. Тіпті ол ашық жүруден сескенбейді де. Итачи экзаменнің уақытынан бұрын аспан ысқырығын апарып беру керек болды. Итачи жасырынбағандықтың кесірінен басқа командалардың көзіне түсіп қалады. Олар Итачиға, егер сен бізге аспан ысқырығын берсең, біз саған тиіспейміз дейді. Бірақ Итачи оларға жай ғана күлімсіреп тұрып, мұны сендерге жай ғана бере салады деп ойлайсыңдар ма деп айтады. Айтқан бойда сол ақ екен оған шабуылдай бастады. Бірақ әрине
Учиха Итачи бұның бәрінен оңай сытылып шығады. Және оларды қырағылығы мен ептілігінің арқасында қорқыта түседі. Итачи екінші кезеңді 5 сағат 37 минутта аяқтап сәтті өткізеді. Солайша Итачи бәрінің көзіне түсіп өзінің керемет екенін көрсете алады. Осылайша ол Гараның командасын Сунагакураны жеңіп кетеді. Әрине, Гара бәрін жалғыз істеген болатын, сондықтан оған оңай болған жоқ. Үшінші кезеңнің де уақыты келді, және де бұл финал. Бұл Нарутодағы ең күшті шайқастардың бірі болды. Бұл кезеңде Итачи гениндермен шайқасу керек болды, бірақ шайқас алаңнан тыс болған еді. Нынче все первогодки слишком зазнались. Шайқас басталғалы 10 минут өтті және Итачи әр соққыдан қорғанып жүр. Қарсыласының мықты екенін және оны жай ғана жеңе алмайтынын Итачи сезді. Және қарсыласы аяқ асты Итачидің ақырын көзін ашып жатқанын көріп қалды. Және сол кезде Итачи Учиха өзінің шарингандарын оятқан болатын. Яғни өзінің қарсыласын Аматерасуға түсіріп тастады. Гензетсудың күші. Содан кейін бұл шайқас Итачидің пайдасына кетті. Итачидің жалғыз ғана арманы болатын әлемдегі ең мықты адам болу, және де өз ауылын, өз жерін соңына дейін қорғап Хокаге болу. Итачи адамдардың гармонияда, тыныштықта өмір сүргенін және өзінің көрген қиындықтарын басқалардың көрмегенін қалаған. Міне сондықтан да маған Итачи Учиха ұнайды. Достар, видеомыз соңына жақындап қалыпты. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болғанмен NBR KZ, келесі кездескенше.